қолөнер шебері Гүлбаршын апайымыз туралы келесі бейне материалды ұсынамыз. Өте қалың болудың қажеті жоқ. Қатар-қатар қылып салу керек. Оны тұтас бәрін бірақ салсақ, онда ол әдемі болып, сәнді болып шықпайды. Бұл 5-6 айлық нәрестеге арналған жылы аяқ киім. Алдын ала дайындалған өлшемге 2 қабат етіп тартылған жүн сабынды сумен біріктіріледі. Шеттері көмкеріліп, бойына сіңген суды құрғату үшін қамыр секілді иленеді. Мұнан соң шебердің қиялымен аяқ киімнің сырты ою-өрнекпен әшекейленеді. Оған басқа түс қолданылады. Небәрі жарты сағаттай уақытта әп-әдемі аяқ киім дайын болды. Үйдегі қойдың жүнін жуып тазалап, ерінбей жуып тазалап, жаз айында дайындап алам. Кейіннен әрдайым жылдың ақырына шейін осы жүнді пайдаланамын. Өзім бояймын, өзім жуамын, оны сабап, түтіп, өзім жасаймын үйде. Ауылда отырған жоқпын, жұмыс жоқ деп. 5-6 сыныпта оқып жүрген кезден-ақ өзіме көйлек, белдемше тігіп алатынмын. Қолөнерге икемім нағашыларымнан дарыған дейді Гүлбаршын Зайтжанқызы. Мұнан соң құрақ құрауды қолға алып, кейін қой жүнінен бұйымдар, сырт киім жасауды да меңгеріпті. Сан алуан пальто мен оған үйлесетін бас киімдер бірден назарыңызды аударады. Табиғи таза, биязы қой жүнінен жасалған сырт киімі кез келген бойжеткеннің көңілінен шығатын анық. Ою-өрнектер де талғаммен орналастырылған. Мына арқасынан түсірдім оюды, қапталға түсірдім, екі қапталға, кейінен міне алдына түсірдім. Шебер сондай-ақ жібек матаға өрнектеп жүн бастырып, көйлек, белдемше, шарфтар жасайды. Бірақ екі түрлі шикізаттың үйлесіп кету үшін көп еңбек қажет дейді. Адамға тек төзімділік, шыдамдылық керек ең бірінші. Төзімділік пен шыдамдылық болмаса, бұл оңай ешқашан бұл шықпайды. Бұл жібектің бір қасиеті адамға өте пайдалы, денесіне жағымды тиеді, ешқашан денені қышытпайды. Бұл киген кезде, жаздың күні киген кезде ыстықтамайсың. 2003 жылдан бері осы кәсіппен шұғылданып, шеберлігін шыңдап жүрген Гүлбаршын көптеген республикалық көрмелерге қатысып келеді. Бұйымдарына сұраныс та аз емес. Әрбір дүниемнің сапасына ерекше мән беремін. Себебі сатып алған адамның риза болуы мен үшін аса маңызды дейді Гүлбаршын Зайтжанқызы.